Баршаңызға сәлем. Бүгінгі тақырып шағулар. Яғни улы жәндіктермен шағу болған кезде организмде қандай өзгерістер болады, диагностика, емі, алғашқы көмегі қалай. Жалпы шағулар ол бізде араның шағуы, өрмекшінің, саршаянның, жыланның, тіпті су жануарлары, медуза немесе скат деген секілді белгілі бір балық түрлерінің шағу кезінде адамда олар улы жәндіктер болып есептелінеді. Адам организміне еніп, ол патологияларды шақырады екен. Жалпы у дегеніміз ол бізде токсин деп айтамыз. Организмге токсин енгеннен кейін ол әртүрлі жүйелерге еніп, ондағы зақымдануларды шақырады. Әр жануарлардың әрқайсысы әртүрлі әсер көрсетеді. Бірақ олар көбінесе осы жағдайларды туғызады. Мысалы, бірінші жағдай ол бізде нейротоксин. Нейротоксикалық әсер ол паралитикалық немесе қозғыштық болуы мүмкін. Паралитикалық, яғни ол бізде бұлшықеттердің параличіне алып келеді. Адам өзінің денесін қозғалта алмайды. Келесі ол бізде қозғыштық әсер, ол невроздармен, психикасының өзгеруімен көрінеді. Екінші ол бізде миотоксикалық әсер, немесе миотоксин деп айтайық. Ол бізде миолизге алып келеді. Миолиз дегеніміз бұлшықеттердің бұзылуы, ыдырауы. Келесі кардиотоксин. Үшінші кардиотоксин ол бізде жүрекке әсер етеді. Жүректік коллапсқа және де шоктың дамуына алып келеді. Төртінші гомеостаз жүйесінің токсиніне алып келеді. Яғни шаққан жерге енгеннен кейін ол қанға өтеді. Қанда оның құрамындағы қанның ұю жүйесін бұзады. Коагулопатияны бұзады. Нәтижесінен не тым қатты қан кетеді, яғни қан өте қатты сұйылады, немесе қан өте қатты қоюланып, бұл жерде тромбоз, яғни тромбтардың пайда болуына алып келеді. Тромб пайда болуы ол бізде өкпе артериясының эмболиясына алып келеді. Бесінші ол бізде геморрагиялық токсин. Геморрагиялық токсин ол бізде қан тамырлардың зақымдалуы. Қан тамырының қабырғасы зақымдалғаннан кейін, ондағы сол зақымдалған жер арқылы сұйықтық сыртқа қарай өтеді. Сонымен теріде бөртпелер пайда болады. Эхимоз, көпіршіктердің пайда болуымен көрінеді екен. Нефротоксикалық әсер көрсетеді, бүйректің зақымдалуына, некротоксикалық әсер көрсетеді. Яғни тіннің жергілікті зақымдалуына, сол шаққан жерде некроздың пайда болуына алып келеді екен. Сегізінші аллергиялық токсин, яғни аллергиялық реакцияны дамытады. Клиникасына байланысты біз оларды үшке бөлеміз. Біріншісі жергілікті, екі жүйелік, үшінші спецификалық. Жергілікті әсер ол бізде шаққан жерде, бұл бізде саршаян, бұл шағылған орын. Пациентте жергілікті шаққан жер ауырады, бөртпенің пайда болуы. Ол жерде немесе осындай көпіршіктің пайда болуымен, ісінумен, қан кетумен, қан құйылуымен, немесе тершеңдікпен көрінеді екен. Екінші ол бізде жүйелік. Улы жылан, саршаян, өрмекші шақты пациентте біз байқап қарасақ, басының ауырғанын, жүрегінің айнағанын, құсқысы келгенін, диарея болғанын, іші ауырады, тахикардия немесе брадикардия, гипертония немесе гипотония, бас айналу, коллапс, құрысу, шок, өкпенің ісінуі және жүрек тоқтауына дейін әкелуі мүмкін. Өлімге дейін тіпті өте аз уақыттың ішінде де болуы мүмкін. Шетелге саяхаттағанда немесе ашық жабайы табиғатқа шыққан кезде байқап жүру қажет. Байқап отырсақ, бұл бізде жүйелік симптомдар, олар бізде интоксикация симптомдары, мына айтылғандардың барлығы, бас ауру дегендердің барлығы интоксикациялық синдром болып есептелінеді. Неге интоксикация? Себебі біздің адамның организмінде токсиндер болғандықтан. Үшінші спецификалық әсер, біріншісі ол нейротоксикалық паралич. Ең алдымен ол бізде бас, сүйек, ми нервін зақымдайды. Сөйтеді біз оның зақымдаған қалай білеміз? Пациентте птоз болған көреміз. Яғни екі көзін ашқан кезде екеуінің қабағының екі түрлі ашылғанын көреміз. Яғни паралич ол бізде бірінші қозғалта алмайды ғой. Бірінші көзден байқалады екен. Қарашығы ұлғаяды, сілекей бөлінуі күшейеді, тыныс алу жолдарының қорғаныс рефлекстері жойыла бастайды. Яғни біз пациентке қараған кезде оның көзінен птозды байқасақ, бұл нейротоксикалық паралич екенін байқаймыз. Бұл кезде біз дереу
жедел жәрдем көрсетуіміз керек. Себебі бұл асқынса, екінші асқынып, ол периферияға қарай өтеді, яғни аяқ, қол ұштарына қарай өтіп, одан кейін терең сіңір рефлекстерінің жойылуына дейін жетеді. Сынған мойын белгісі. Сынған мойын, яғни пациент өзінің басын ұстай алмайды. Науқас аяғын, қолын өте сылбыр қозғалта алмайды. Одан кейін үшінші тыныс алу жолының параличі. Бұл өте қауіпті, ең қауіпті. Диафрагма зақымдалынады, пациент тыныс ала алмайды, тыныс алмауы ол бізде өлімге алып келеді. Нейротоксиндердің қанда өте көп болуы ол бізде вегетативті штормға алып келеді. Өте қатты болғандықтан ол организмде осындай өте күрделі процесті іске қосады. Нәтижесінде тердің бөлуі өте қатты күшейеді. Бұл бізде жүректің жеткіліксіздігіне, өкпенің ісінуіне алып келеді. Келесі миотоксикалық әсері, яғни бұлшықетке токсикалық әсер береді. Бұлшықет ауырсына бастайды. Бұлшықеттерге миотоксикалық әсер ол жергілікті, яғни шаққан жердегі бұлшықеттер зақымдауы мүмкін, немесе жүйелік жалпы әсер етуі мүмкін. Бұл миотоксикалық әсер бірден көрінбейді, басында байқалмай өтеді. Соңына қарай бірден бұлшықеттер ауырсынуымен, зәрде миоглобиннің табылуымен, яғни миоглобин уреяның көрінуімен, және де қанда, веналық қанда креатин киназаның артуымен байқалынады. Миоглобин дегеніміз ол бізде бұлшықеттің құрамында болатын белок. Бұлшықет бұзылған кезде миоглобин сыртқа шығады, қанға түседі, қанды тазалайтын бүйрек, ол бүйрекке барады, бүйрекпен зәр арқылы шығады, біз зәрден миоглобинді табамыз. Ал креатин киназа дегеніміз ол бізде бұлшықет жұмыс істеу үшін оған энергия керек. Энергия керек, энергияны ол АТФ-тен алады. АТФ-ке креатинді қосқан кезде креатин фосфат және де энергия бөлінеді. Осы процесті катализациялайтын ол бізде креатин киназа. Яғни бұлшықеттер салданып жатыр, паралич болып жатыр, бұлшықет ыдырап жатыр. Науқас өзі қозғала алмайды. Содан кейін орталық жүйке жүйесінен энергия мүмкін жеткіліксіз болып жатқан шығар дейді де, креатин киназа өте көп мөлшерде бөлінеді. Мүмкін энергия қажет шығар. Неге бұлшықет қозғала алмай жатыр? Сонымен креатин киназа өте көп бөлінеді, бірақ ол бөлінуі ешқандай пайда бермейді, себебі бұлшықеттер бұзылып жатыр, миоглобиндер сыртқа шығып жатыр. Сондықтан біз қанда креатин киназаның жоғары болғанын байқаймыз. Бұл бізде фермент. Қанда осыншама ферменттер, белоктардың барлығы пайда болды. Ол бізде бүйрек жеткіліксіздігіне алып келеді. Бүйрек жеткіліксіздігі екіншілікті гиперкалемияға алып келіп, ол бізде кардиотоксикалық әсер, яғни ол ары қарай жүрекке әсер етеді. Кардиотоксикалық әсер көрсетсе, ол бізде жүректің лақтырысын төмендетеді, аритмиялар шақырады. Жүректің зақымдалуы, ол өкпе екеуі тығыз байланысты, өкпенің ісінуіне де алып келеді екен. Токсиндердің пайда болуы, ол бізде қан жүйесіне коагулопатияға немесе геморрагиялық әсер етеді. Коагулопатия, яғни қанның ұю жүйесі, ол бізде қан талауға алып келеді, яғни терінің астында гематомалардың байқалуы, немесе қан кету болуы мүмкін. Шағу орнында, шаққан жерде дәл осы жағдайлар, немесе тісті жиегінде, диоснада, немесе вена ішілік пункция жасайтын болсақ, сол орында осындай қан кету, қан талаулар болып жатса, ол коагулопатияның белгісі. Геморрагиялық, яғни қан тамырлардың қабырғасын зақымдайды. Қан тамыр қабырғасы зақымдалды, сол зақымдалған жер арқылы сұйықтық сыртқа қарай шығады. Сосын сұйықтық шыққаннан кейін біз жаңа айтқан әртүрлі теріде бөртпе болып көрінеді. Ал мұндағы сұйықтық шыққаннан кейін ішінде сұйықтық азаяды, ол қан қысымының төмендеуіне алып келеді. Қан қысымы төмендеуі гипотензивті шоктың дамуына алып келеді екен. Науқасты улы бір жәндік шақты, жылан деген, шаққан удың жаңағыдай лимфа жүйесіне енеді, лимфа жүйесі сіңіріп алады өзіне. Сондықтан біз ең алдымен науқастың аяғын қозғалтпауға тырысуымыз керек. Себебі ол қозғалтатын болсақ, қан айналымы күшейеді, ол бүкіл организмге таралады. Сондықтан біз шина арқылы иммобилизациялаймыз шағу орнын. Одан кейін пациенттің өмірлік көрсеткіштерін қараймыз, тыныс алу қалай, пульс қалай, яғни тыныс алу жолының өткізгіштігін тексереміз. Бір жағдайларда біз қысым түсіретін таңғыш қолданамыз. Кейде өте улы жәндік шағатын болса, біз қысым түсіретін таңғышты қолданады екенбіз. Себебі қан тамырларды қысатын болсақ сыртынан, ол жіңішкереді, қысқаннан кейін, және де ондағы токсиннің былай таралуы азаяды. Бір жағдайлар бар, кесіп ол жерді, сосын ауызбен оны тазалау. Кезде ол өте тиімсіз,
екіншіден өте қауіпті, иә, сіз үшін де қауіпті. Сондықтан бұл жағдайды жасау мүлде рұқсат етілмейді. Кейбір жағдайларда біз жгутты байлай аламыз, бірақ жгут өте жіңішке болмау керек және өте қатты байланбау қажет. Ол бізде аяқтың зақымдалуына алып келе жатады. Және де көп ұзақ уақытқа созылмауы керек. Одан бөлек жгут байлағаннан кейін жгутты бірден шешкен кезде удың бірден тарауы, жүйеге бірден тарауы байқалуы мүмкін. Сондықтан бұл байқап жасалыну қажет. Ауруханаға тасымалдаймыз. Ауруханаға тасымалдау барысында пациентте шок немесе тыныс жеткіліксіздігі дамуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайлардың барлығын тасымалдау барысында пациентті қадағалап отыру керек. Ауруханаға жеткеннен кейін біз өмірлік көрсеткіштерін қараймыз, қажет болса жүрек өкпе реанимациясын жасаймыз. Одан кейін біз пациентке мән беруіміз қажет нәрсе, ол пациентте жаңағыдай шок дамып жатқан жоқ па? Егер шок дегеніміз артериалдық қан қысымының төмендеуі және де тахикардиямен көрінеді. Тахикардия неге себебі қан қысымы өте түсіп бара жатыр, ал жүрек оны компенсациялау үшін қатты соғып жатыр. Бұл шоктың белгісі. Тыныс алу жолының өткізгіштігінің бұзылысын қараймыз. Тыныс алып жатыр ма? Неге? Біз жаңа айттық, себебі ол тыныс алу жолының параличі бар ма, жоқ па? Ол бізде өлімге алып келуі мүмкін. Оны байқаймыз. Ауқымда қан кету бар ма? Бұны неге қараймыз? Себебі ол бізде коагулопатияға бірден жаңағыдай көмектеседі анықтауға. Келесі, аяқ қолдың жарақаты бар ма? Яғни пациентке біз диагностика жасау үшін бірінші сұрақ қоямыз. Егер есі болса немесе жанды адам болса, қашан шақты, және де шаққан кезде суда болдыңыз ба, топырақта болдыңыз ба, қандай жануар, қандай жәндік шақты, қанша уақыт бұрын, және де алғашқы көмек көрсетілді ме, және қандай симптомдарыңыз тағы да бар. Бұрын осындай жағдай болған ба, болса сізде аллергия болды ма? Басқа жәндіктерге жалпы аллергияңыз бар ма? Неге? Себебі анафилаксикалық шок болуы мүмкін, иә. Кейбір жағдайларда құрғақ шағу деп айтамыз. Немесе бізде барлық жәндіктер, яғни жыландардың барлығы бізде шаға алады, бірақ олардың барлығы улы емес. Егер улы емес жылан шағатын болса, ол құрғақ шағу деп айтамыз. Бұл кезде шағу орнында жаңағыдай тек қана мынандай жергілікті көрсеткіштер болады. Ауырсыну, ісіну деген секілді. Ал бірақ мынандай жүйелік болмайды. Неге? Себебі ол жерде ешқандай у болған жоқ. Сол қан ұю көрсеткішін анықтаймыз, қан ұю жылдамдығын анықтаймыз, қанда несептинәрдің, креатин фосфокиназа болар бізде бүйректің және де бүйректің жұмысын анықтауға, және де бұлшықеттің жағдайын, бұлшықеттер бұзылып жатқан жоқ екенін анықтауға көмектеседі. Электролиттер ол да бүйректің жұмысын, және де ЭКГ ол бізде жүректің жұмысын анықтауға көмектеседі. Біз анықтадық, және де қай жәндік шаққан анықтаймыз. Емінде біз оны қолданатын боламыз. Емінде ең бірінші ол бізде антидот, яғни уға қарсы антидот қолданамыз. Біз оны жануарларға, әсіресе жылқыны иммунизациялау арқылы аламыз. Яғни уға қарсы жылқының денесіндегі антиденелер түзіледі, сол антиденені аламыз. Бұл бізде антидот болып есептелінеді. Әр жәндікке қарсы өзінің антидоты бар. Екінші, біз антихолинестеразаны береміз. Ол постсинаптикалық параличті емдеуге көмектеседі. Одан кейін альфа-адренорецепторлардың антагонисті празозин береміз. Празозин ол бізде кардиотоксикалық әсер еткен кездегі артериальды гипертензия, өкпенің ісінуіне қарсы көмектеседі. Қажет болса ИВЛ аппаратына жатқызамыз, және де фасцитомия жасауға болады, яғни бұл хирургиялық әдіс. Егер пациентте компартмент синдром дамыса жасалынады. Компартмент синдром дегеніміз жалпы бізде фасциялар бар, иә. Фасция бұл бізде бұлшықет, қан тамырлар, нервтерді сыртын қаптайтын дәнекер тінді қабық. Әр бұлшықеттің өзінің сыртында қабығы болады. Егер жаңағыдай сұйықтықтармен өте қатты ісінсе, сұйықтық жасушаралық кеңістіктің барлығы сұйықтыққа өте қатты толды, қатты ісінді, сол кезде олар қысылады. Ол қысылған кезде біз оны компартмент синдром деп айтамыз. Бұл өте үлкен асқынуларға алып келе жатады. Сондықтан біз хирургиялық әдісті фасцитомияны қолдануымыз қажет болады. Назарларыңызға рахмет.